Кайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге көптен күткен үй кезегіне тұратын кісілерді айтатын боламын. Және кімдер тұрады. Парақшаға тіркеліп, лайк баса отырыңыз. Менің парақшама YouTube каналыма подписаться етіп кетіңіз. Сіздерге ақпарат беретін боламын. Сонымен, мемлекеттік үй кезегіне кімдер тұрады? Сосын естеріңізде болсын, үй кезегіне тұрдым деп, мемлекеттен тегін үй күтудің қажеті жоқ. Мемлекет кезекке тұрғандардың кезегі келген кезде тек жалдамалы, яғни арендный үй ғана береді. Басқа жағдайда сіздер мемлекеттік бағдарламаларға қатысу арқылы проценті, яғни пайызы төмендеу үй ала аласыздар. Сонымен, үй кезегіне кімдер тұра алады? Бірінші, Ұлы Отан соғысына қатысушылары, яғни Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен қатысушылары, және осы топқа теңестірілгендер, яғни тыл ардагері. Екінші, ауған соғысының ардагерлері. Үшінші, бірінші және екінші топ мүгедектері, яғни бұған үшінші топ кірмейді. Келесі топ, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Одан кейінгі, үкімет қаулысында көрсетілген созылмалы ауруы бар түрлерімен ауыратын азаматтар. Одан кейінгі санатқа зейнеткерлер, яғни жасына қарай шыққан болу керек. Бала саны емес, жасына қарай шыққан болу керек. Келесі пункт, жетім балалар мен ата-ана қамқорынсыз қалған балалар, яғни 29 жасқа толмаған жетім балалар. Оралмандар. Келесі, экологиялық апаттарда төтенше жағдайлар кезінде үйінен айырылғандар. Одан кейінгі пункт, көп балалы отбасылар, яғни 4 бала және одан да көп бала болу керек. Келесі, мемлекеттік тапсырмалар кезінде қайтыс болғандардың отбасы мүшелері ала алады. Келесі пункт, толық емес отбасылар. Келесі пункт, мемлекеттік қызметкерлер. Келесі, бюджеттік ұйым қызметкерлері үй кезегіне тұра алады. Яғни, бұл үшін талаптары Нұр-Сұлтан, яғни Астана қаласы, Алматы, Шымкент қалалары үшін кем дегенде 3 жыл прописка болу керек. Тұрақты түрде прописка болу керек. Қалған қалаларында тіркеуге 2 жыл болса болады. Өзінің және отбасы мүшелерінің атында соңғы 5 жылда үй болмау керек. Егер толық емес отбасының қатарында ажырасқандар санатында болса, ажырасқандарына 3 жыл толу керек. Үй кезекке тұру үшін қайда баруым қажет деген сұраққа онлайн түрде үйден шықпай-ақ ЕЦП кілтіңіз арқылы тіркелсеңіз болады. Үй кезегіне тұрғаннан кейін жауабы 30 күнде, яғни 1 ай шамасында, кейде одан да ерте кеп жатады. Егер жоғарыдағы шарттарға сәйкес келсеңіз, үйден шықпай-ақ үй кезегіне тіркеп беремін. Яғни ақылы түрде болады. Комментарийға жазып кетіңіз. Телефон номеріңізді қалдырсаңыз, мен сіздерге өзім шығамын. Үй кезегіне тұру үшін. Тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Видеом ұнаса, лайк басып кетіңіз. Яғни қарап отырып, тыңдап отырып қарайтын видео. Жақсы сау болыңыздар.